Қайырлы күн спорт сүйер қауым, сіздермен спорт жаңалықтар айдары. Менің есімім Кемел Назым, ал біз бастаймыз. Күні кеше, яғни қараша айының 30-шы жұлдызында Әлихан Бөкейхан атындағы номер 15-ші трек мектеп-лицей базасында нашақорлыққа жол жоқ тақырыбында волейболдан ауданаралық жарыс өтті. Жарысты аудандық бұқаралық спорт және мектеп-лицей ұжымы ұйымдастырды. Аталған шараға аудан мектептерінен құралған 11 команда бақ сынасты. Салтанатты шараны бұқаралық спорт мамандары мен мектеп-лицей директоры Руслан Бақытұлы ашық деп жариялап, қатысушыларға сәттілік тіледі. Бүгін мектебімізде ауданаралық волейболдан жарыс өтіп жатыр. Жарыстың басты тақырыбы салауатты өмір салтын насихаттау. Мен Әлихан Бөкейхан атындағы номер 15-ші трек мектеп-лицейінің атынан өнер көрсетіп жатырмын. Мен өзімнің ерекше алғысымды мектеп ағайларына және алғысымды халықтай абзалайға білдіргім келеді. Командаларға сәттілік тілеймін. Жалпы командалар 2 топқа бөлініп, әр топтан 2 командадан финалға шықты. Ойын нәтижесіне келсек, 3-ші орында Шерхан Мұртаза мектебінің командасы иеленсе, 2-ші орында Бәйтіков мектебінің оқушыларына бұйырды. Ал барлық командаларды басып озып, 1-ші орында Әлихан Бөкейхан мектеп-лицей командасы жеңіп алды. Сонымен қатар қалған қатысушыларда құр қалмай әртүрлі номинацияларға ие болды. Жарыс соңында жеңімпаз командаларды марапаттап, ойыншыларға өз алғыстарын білдірді. Бүгін ауданымызда нашақорлыққа жол жоқ тақырыбында аудандық жарыс өтті. Дені сау ұрпақты тәрбиелеу, денсаулықты басты назарда ұстау біздің әрқашан басты мақсатымыз. Бүгін аудандық жарыс өз мәресіне жетті. Жеңімпаздарды шын жүректен құттықтаймыз. Бізде бүгінге осы, айдарымыздың келесі шығарылымында кездескенше.